Құрметті тыңдармандар, егер сіз қалтаңызды үнемдеп және ең жақсы, ең пайдалы, ең көп кезігетін немесе ракке, яғни қатерлі ісікке қарсы көкөніс іздесеңіз, біз сізге осы тақырыпта кеңес берейік. Адамдар көкөністерді жесе де, олар іс жүзінде қатерлі ісікке қарсы көкөністер жемейді. Адамдар әдетте жейтін көкөністердің көпшілігі ағзаға көп әсер етпейді. Қатерлі ісікке қарсы күресте бірінші және екінші орында тұрған көкөністер алдымен салатты таңдайық. Мәзірде 5 нұсқа бар. Бостон салаты, индивид, қызыл цикорий, радикио, яғни күлгін салат деп аталады, қызыл цикорийді. Ромен, шпинат, қайсың пайдалы? Олардың ішінде сүт без қатерлі ісігіне қарсы бірінші әсері күшті салат ол әрине шпинат. Оның артықшылығы мұндай рак клеткаларының өсу қарқынын бәсеңдету мүмкін және оның әсері көбірек екенін есте сақтаңыз. Шпинат сонымен қатар миға қарсы ісіктердің тиімділігі, сондай-ақ балаларда бүйрек, өкпе және ми ісіктеріне қарсы ісіктердің тиімділігі бойынша да бірінші орында тұрады. Сондықтан біз балаларға шпинат беріп тұруымыз керек. Шпинат сонымен қатар ұйқы безінің қатерлі ісігімен, қуық асты безінің қатерлі ісігімен және асқазан обырымен күресуде бірінші орында тұрады. Шпинатпен салыстырғанда басқа да 16 түрлі көкөністер бар. Олар асқазан қатерлі ісігінің өсуін тиімдірек тежей алады. Бірақ енді жалпы 8 түрлі қатерлі ісіктің бәріне де қарсы тұра алатын көкөністің ішінде шпинат бірінші орында тұрады деп айтамыз. Басқа көкөністер бар, қайталап айтайық, бірақ олар өз алдына бір ғана қатерлі ісікке қарсы тұра алады. Ал шпинат салаты ол енді барлық қатерлі ісікке қарсы тұра алады. Егер шпинат болмаса дүкенде, онда қазірше жей тұратыныңыз қандай салат болуы мүмкін? Әрине қызыл цикорий, ол екінші орында тұрады. Енді бұл екі салатты алдық-ау, енді дәмдеуіштерін іздейік. Дәмдеуіштерді біз қатерлі ісікке қарсы ең жақсы дәмдеуіштер қайсы? Соны таңдап көрейік. Біз 4 ингредиентті таңдауымыз керек, яғни тұздығын. Сәбіз рак клеткаларының өсу қарқынын 50%-дан астамға тежей алмайды екен. Сондықтан оны таңдамаймыз. Қызылша ми ісіктерімен күресе алады. Сол үшін қызылшаны таңдаймыз. Және басқа рак клеткаларына жақсы тежеуіш бола алады екен. Сонымен қызылшаны таңдаймыз. Алайда қызылша бүйрек қатерлі ісігі жасушаларын тежеу үшін оның 50%-ға жетпеді, бірақ енді ол ми ісіктерімен және басқа рак клеткаларымен ол жетеуін жоя алды. Сондықтан қызылшаны таңдаймыз. Қызанақ пен картопта стандарттарға сәйкес келмеді, яғни олардың күресуі 50%-ға жетпеді. Айсберг салаты, сәбіз, қияр, қызанақ, картоптарды таңдамаймыз сонымен. Енді сарымсақ сыналған 8 қатерлі сериясының жетеуінде рак клеткаларының тежеуін 100%-ге жеткізді. Рак клеткаларын 100% тежеген сарымсақ ол сүт безі қатерлі ісігінің бірінші жауы және ми ісігінің бірінші жауы екен. Бүйрек қатерлі ісігіне қарсы екінші орында тұрады екен. Сонымен қатар өкпе рагы мен балалық шақтағы ми ісіктеріне қарсы және де осы сарымсақ қатаң қарсылас бола алады екен. Ұйқы безінің қатерлі ісігіне, қуық асты безінің және асқазанның қатерлі ісігіне қарсы және сол сарымсақ болып шықты. Сарымсақ рак клеткаларының өсуін тежей ала ма? Сонымен қатар сау жасушалардың өсуін тежеп тастай ма?
деген сұрақ туады. Ол рак клеткаларының өсуін тежегенмен қоймай, сау клеткалардың өсуін тежемейді. Сау клеткаларды өлтірмейді. Сондықтан сарымсақ ең таңдаулы рак клеткаларына қарсы көкөніс және дәмдеуіш болып есептеледі. Енді түсінікті болған болса, сіздер әрдайым көкөністерге сарымсақ қосып тұруды ұмытпайтын болдыңыздар. Сарымсақты былай да күніне жай жеп тұруға болады. Ауыз сасып кетеді десеңіздер, ауызды сасытпайтын сарымсақтың түрін айта кетейін. Ол Қытайдың қоңыр уксусына 15 күн шыланған сарымсақ, яғни чеснок. Чеснокты қытайский уксусқа 15 күн шылағаннан кейін жесеңіз, ол сарымсақ сіздің аузыңызды сасыта қоймайды. Өте дәмді және бір жолда 5-6 талды таңертеңгі чайды нанмен ұрып алып жүре берсеңіз, салат ретінде тікелей жеуге болатын сарымсақ болып шығады. Яғни чеснок. Біз бағанадан айтқан сарымсақ дегеннің бәрі чеснокты айтып отырмыз. Енді сарымсақтан басқа брокколи және гүлді қырыққабат, яғни брокколи, қазақтар гүлді қырыққабат деп атауы мүмкін, сияқты крест тәрізді көкөністер, пияз сияқты көкөністер, міне, осылар сіздің ең жақсы ракке қарсы салаттарыңыз болып шығады.